Қазақ хандығының тарихындағы ең көрнекті тұлғалардың бірі Хақназар хан. Оның билігі кезеңі қазақ хандығының күшеюі мен өркендеуімен ерекшеленеді. Хақназар хан дана басшы, әділ билеуші және халық қамқоршысы ретінде тарихта қалды. Бұл мақалада біз Хақназар ханның өмірі мен қызметіне тоқталып, оның қазақ хандығының дамуына қосқан үлесін бағалаймыз. Хақназар ханның билігі кезеңінде қазақ хандығы ішкі бірлікті нығайтып, сыртқы жаулардан қорғануға қабілетті күшті мемлекетке айналды. Ол көптеген реформалар жүргізіп, елдің экономикалық және әлеуметтік дамуына үлкен үлес қосты. Хақназар ханның есімі Қазақстан тарихында мәңгі сақталады. Хақназар хан 15 ғасырдың ортасында дүниеге келген. Ол қазақ хандығының негізін қалаушылардың бірі Керей ханның шөбересі еді. Хақназар ханның әкесі Қасым хан да дарынды қолбасшы және әділ билеуші болған. Хақназар жастайынан зеректігімен және батылдығымен көзге түскен. Ол әскери істі жақсы меңгеріп, жауынгерлік өнерді үйренген. Халық арасындағы аңыздарға сәйкес, Хақназар хан әділдігімен және парасаттылығымен ерекшеленген. Ол халықтың мұң-мұқтажын тыңдап, оларға көмектесуге тырысқан. 16 ғасырдың басында қазақ хандығында билік үшін күрес басталды. Бұл күресте Хақназар хан да белсенділік танытты. Ол өзінің ақыл парасаты мен батылдығының арқасында көптеген қарсыластарын жеңіп, 1538 жылы қазақ хандығының тағына отырды. Алайда Хақназар ханға билікті сақтап қалу оңайға соқпады. Оған ішкі және сыртқы жаулармен күресуге тура келді. Бірақ Хақназар хан барлық қиындықтарды еңсеріп, қазақ хандығын біріктіріп, оның шекарасын кеңейтті. Хақназар хан елдің ішкі жағдайын нығайтуға көп көңіл бөлді. Ол елдегі тайпалар арасындағы алауыздықты жойып, бірлік орнатуға тырысты. Хақназар хан әділ заңдар шығарып, сот жүйесін жетілдірді. Ол сауда-саттықты дамытып, қалалардың өркендеуіне жағдай жасады. Хақназар ханның кезінде қазақ хандығында бейбітшілік пен тұрақтылық орнап, халықтың әл-ауқаты жақсарды.